Дүние үлкен көл, замана соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Ұлы Абайдың жүрек тебіренісі осылай деп мұңға бөлейді. Замана көші алға озып, жыл өткен сайын, Атырау аймағының қатепті харанардай қайраткер тұлғалары, алдыңғы толқынның қатары күн сайын сиреп барады. Бүгінде дауыл тұрса бүлкетіп толқымайтын, арны сарқылмайтын, дариядай асыл текті ақсақалдарымыздың бейнесін ғана көріп, барға шүкір деп, өз көңілімізді өзіміз жұбатып келеміз. Орынғали Мұсаұлы Қарасаев тұтас бір дәуірдің қиыншылығы мен қызығына, толысуы мен тоқырауына тәй-тәйлап аттап, нық қадам басқан қазақ елінің тәуелсіздігіне куә болған қос ғасырдың жәдігері. Дүние қастан кестен кездегі жүдеу тірлікте, ата-анасының адал еңбекпен тапқан қара нанның тәттілігін, майданда жүріп, отан үшін төгілген жан пида минуттардың құнын, ал бейбіт кезеңде жебедей зулап жалт етер жасын ғұмырдың сан түрлі белестерін бастан өткерді. Өзіміз ұзақ жылдар бойы дидарымен жүздесіп, майдандағы ерлігін, ел басқарудағы тәжірибесі мен танымды құлағаттарын құлағымызбен естіп, көзімізбен көрген Орекең ақсақал, жақындап келсең қарапайымдылық пен мейірімдік шуағы арқылы жаныңды баурайтын кең қолтық тұлғалардың бірі болатынды. Балалығы 30 жылдардың ойранына тап келген ұрпақ, өмірдің ыстық суығымен тез жетілді. Батыстан соғыс өрті тұтанған күннен бастап, отанын сүйген оғлан ұл, мен де өз ұстастарыммен бірге ел қорғауым керек деп майданға сұранды. Сұрапыл соғыстың қиындықтарын бастан өткерген қазақ солдаты Берлиндегі жеңіс туы желбіреген соң, десанттар полкі сапында Жапонияға қарсы соғысқа аттанды. Аралдардан асып, шығыстағы қиян далаларды қаймықпай басып, жеңістің тағы бір тұғырлы туын биік желбіретті. Кеудесіне жауынгерлік еңбегі үшін, Жапонияны жеңгені үшін, тағы басқа медалдарды таққан майдангер елге 1947 жылы ғана оралды. Соғыс таласында жүріп ерлікпен батылдықтың үлгісін танытқан Орынғали Мұсаұлы елге оралысы мен Есбол аудандық атқару комитетінің бөлім меңгерушісі қызметіне шақырылады. Бейбіт өмірге қайта оралған, қалың елдің экономикасы мен мәдениетін өркендеуге белсене кіріскен арынды жігіт, арада жыл өткенінде сол ауданның комсомол комитетінің бірінші хатшылығына сайланады. Шыншылдық пен турашылдық, адалдық пен ар-намысты ту еткен Есболдық комсомолдардың көсемі 3 жыл бойы бүкіл одақтық лениншілік коммунистік жастар одағы жанындағы жоғарғы комсомол мектебінде оқып, өз білімі мен ұйымдастырушылық қабілетін одан әрі дамыта түсті. Кейіннен 3 жыл бойы Гурьев облыстық комсомол комитеті хатшысы қызметінде болған қайсар мінезді Қарасаев, Новоград және Есбол аудандық партия комитеттері хатшылығына жоғарылатылды. Новоград ауданының өзге аймақтардан ерекшелігі, мұнда халық шаруашылығымен қатар өнер саласы да кеңінен дамыған, елге белгілі өнер шеберлерін шығарған өлке. Идеология мен мәдениет саласына жауапты хатшы Орынғали Мұсаұлы ауданның дарынды өнерпаздарын жинақтап, облыс көлеміндегі алғашқы
ұлт аспаптар оркестрін құруға атсалысты. Күй қағаны Құрманғазы туралы деректер жинауға арнайы келген академик Ахмет Жұбанов, халық жазушысы Хамит Ерғалиев, Новогат аудандық оркестрына дирижерлік жасаған Нұрғиса Тілендиев сынды ұлтымыздың бірегейлерімен сырласып, қазақ өнерінің болашағы жолында бірлесе қызмет жасады. Жан дүниесі мәдениет пен өнерге құштарлық танытып тұратын Орынғали Мұсаұлы, Азаттықтың батыры Махамбет Өтемісұлы және дәулескер күйші Құрманғазы Сағырбаевтың бейіттерін іздеп табуға өз үлесін қосқандығын өнегеге толы ғұмырының ең жарқын сәттерінің бірегейі деп бағалаушы еді. Бұрауы хатты дәуір мен сұрауы мол замананың сардары саналған қайраткер тұлға ұлтты сүюдің, туған жерді бағалаудың идеясын берік ұстанып, балықшы және Жаңаөзен аудандық партия комитеттері хатшысы, Гурьев облыстық әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы басшысы қызметтерінде адал атқара білді. Маңғыстау түбегіндегі кен орындарын игеруге Кеңестер одағының түкпір-түкпірінен сан ұлтты мұнайшылардың топтасуына байланысты олармен ауқымды жұмыс ұйымдастыру мақсатында 1968 жылы Жаңаөзен аудандық партия комитеті құрылды. Гурьевтік тәжірибелі басшы Орынғали Қарасаев екінші хатшы лауазымына сайланып, жан-жақтан келген еңбеккерлерді бірлік пен татулыққа тәрбиелеу бағытындағы идеологиялық істердің ұйытқысы болуымен бірге тыңнан бой көтеріп жатқан жаңа қаланың әлеуметтік салаларын жаңа жолға қойылуы жолында серпінді қимыл танытты. Өрнекті өмір жолдарының соңғы жылдарында облыстық мәдениет басқармасының басшысы, облыстық тарихи өлкетану мұражайының директоры қызметтерінде жүріп, өнерлі аймақтың мәдениетін жаңашылдық бастамаларымен, ізденісті іскерліктерімен өрге қарай жетеледі. Қазірде шет мемлекеттер сахнасында қазақ музыкасының жасампаздығын паш етіп жүрген атыраулық өнер ұжымдарының қанат жаюының сол жылдардан бастау алатын көзі тірісінде мақтаныш сезіммен айтып отыратынды. Ақжайық елінің әр ауданында іскерлік із қалған аймақтың ардақтысы Орынғали Қарасаев мемлекетіміздің 2 мәрте құрмет белгісі және тәуелсіз еліміздің құрмет ордендерімен марапатталып, Атырау облысы, Исатай және Индер аудандарының құрметті азаматы атағын иеленді. Ұлы ойшыл Әл-Фарабидің даналығында кемеңгер басшы өзінің сүйек сыны, сыртқы тұлғасы арқылы ерекше көріну керек деген пайымды ұғымы бар. Жаратылысынан текті, көзайым көрікті, бойы мен ойы теңескен Орекең ақсақал, өзін жүзінен нұр төгілген иман жүзді кісі екенін, айналасына мойындаттыра білген парасат иесі деп бағалаймыз. Майданнан оралысымен 1948 жылы жүрек жарастырған жұбайы, Дәмете қосалғызымен өткен шырайлы жылдардың аппақ жолақтары, оларды білетін сыйлас жандардың жүрегін баурай түседі. Кездесе қалсаң сыйласына ризашылықпен күлімдеп, айналайындарым менің деп ағынан жарыла кететін, ақжарма пейіл ананың жаратылысына таң қаласында еріксіз сүйсінесің. Өзіне ғажар сыйлаған ақжаулығын аспандағы айындай жарқырата ұстаған ақмаңдай ананы тұңғыш алиясынан айырған тағдыр сынағы енді Орекең азаматымен қоса Ғизатұлының бір күндегі азасына кездестірді. Ақтау қаласындағы Хайнар колледжінің директоры және құрылтайшысы
Ulaqatты ұстаз Қалам Орынғали қызы мен немере шейіндерінің арқасында кәрілік жылдарының жұбанышын тауып, саялы ғұмыр сомдап отырған Дәмет ананың жүзіне үңіле түсіп, ана Алланың асыл қазынасы деген сөздің қадірін терең ұғына түсеміз. Біздің көз алдымызда Орекең әулетінің қуанышы мен қайғысынан сыр шертетін кітаптар жатыр. Ардақтымыз Әлия кітабы ақ қалатты аяуларын қапияда жоғалтқан әке мен ананың өксігі мен өкініші парақтарынан құралса, қазақтың 312-ші атқыштар дивизиясы бізде осындай болғанбыз. Тектілік тұғырынан таймаған туындылары ой өрнегі мен мінез машығы мен әлі де жан дүниемізде сақталып келе жатырған орны бөлек Орекеңнің майдандағы ерліктерін, бейбіт өмірдегі жарқын жылдарының жылнамаларын баяндайды. Ғасыр жасар ғұмырына Құдайы 4 жылын кенделеген құйма көкірек, от кеуде Орекең ақсақалдың қайсар тұлға Қарасайыптың өмірі бүгінгі тәуелсіздігімізге жетер жолдағы күрес тарихының қастерлі бір парағы. Қара басынан қалың бұқараның қамын жоғары қоятын парасаттылықтың баяны, тарыққанды демеп, жабыққанды жебеп, жақсылыққа жетелеген ізгіліктің айшықты үлгісі. Серті бар семсер үстереден, өрлігі биік өреден, төріде биік төреден, есімін қалқы елеген, ақ жарқын еді ағамыз, ажалдан қорқам демеген.